Қымбатты телекөрермен, тікелей эфирде таңнұр ақпаратты сазды бағдарламасы. Бізде бүгін қонақта таныс болыңыздар. Әнші Бейбарыс Серікбаев студиямызда. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Біздің дәстүрлі сұрағымыз. Көңіл күй өте керемет. Барлық телекөрермендерге де сондай жақсылық тілеймін. Енді бүгін 1 қыркүйек. Елімізде білім күні. Бұл күн сіз үшін несімен ерекше? 1 қыркүйек білім күні, алғаш мектеп табалдырығын аттаған кезіміз. Күз мезгілінің 1 күні. Білім алып, мектепке барып, ең алғаш мектеп табалдырығын аттаған күн, ерекше күн. Бейбарыс Серікбаев мектепте қандай оқушы болды екен? Мектепте... Біздің Айзада мектепте химиядан мықты оқып, жарысқа қатысып, қазір сол химия саласынан емес, телевидение саласынан жұмыс істеп жатқан. Болашақта мен жалпы химия пәнінің мұғалімі, немесе химик, білікті химик болам деген, бірақ енді осы жерде отырмын, көріп отырғаныңыздай. Енді сіз өзіңіз бала кезіңізден әнші болуды армандадыңыз ба? Оқуды қашан аяқтадыңыз? Қандай оқушы болдыңыз? Қызықты оқиғаларыңыз болса. Мектепте жақсы оқушы болдық. 4 пен 5. 4 пен 5, іс жоқ па? Іс жоқ. Іс-шараларды қалдырмайтын едік. Әрдайым мектептің атынан банақ спорттан жарыстар көп баратындығым. Жарыстардың ұтып, диплом алып кеп. Бокстан, е? Бокстан. Сол кезде ортаға көп шығаратын. Банақ мұғалімдер суретін үзіліп тұратын, сонда жақсы болдық. Демек, үлгілі, үздік оқушы болдыңыз ғой, бұзық болмадыңыз ба? Сабақтан қашқан кездеріңіз болды ма? Балалықпен болды енді. Неше рет қаштыңыз сабақтан? 4-5 мәрте болды енді. 4-5 мәрте. Енді мектеп кезінде қызықты сәттердің барлығы есімізде ғой. Енді Бейбарыс Серікбаев десе, Ержан ағамыз әрине еске түсетін белгілі. Ол кісінің әндері, ол кісінің өзі әрбір қазақтың жүрегінде мәңгі сақталады. Ержан ағамыздың бала тәрбиесі не деген кездегі, яғни тәлім тәрбиесі қандай болса, оған тоқтала кетіңізші. Балалық шақ, енді 1 қыркүйек білім күні, бала тәрбиесіне деген кезде. Бала тәрбиесіне өте жақсы қарайтын мен әкем. Маған айтатын, тәртіпті бол деп. Мұғалімдерің айтқан тыңда. Шыншыл бол, тек қана шындықты айт деп. Сондай жақсы тәлім тәрбие беріп кетті. Және де жігіт болуды үйретті. Досқа адал болуды үйретті маған. Соның бәрі қазіргі осы жасыма маған жақсы көмектесіп жатыр. Әкеме үлкен рахмет. 100 мектептің тәрбиесін бір әке айтады ғой, сол сияқты әкеме рахмет. Аллаға сансыз шүкір осыған. Бәрекелді. Енді Бейбарыс, енді өзің білеміз, әлеуметтік желі Инстаграмда да көріп барсақ, міндетті түрде салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен шұғылданып, бағана бала кезінде де айттың, спортпен шұғылданып, мектептің ішінде тақтаға суретіміз ілініп тұрады деп. Енді сен келеді деп біз енді кіртасын әкеп қойдық. Таңертеңгі уақытта өзіңмен бірге таңғы жаттығу жасасақ деп жатырмыз. Бастайық, Енді ең алғаш енді өзің ұйқыдан оянған кезде көбінесе қандай жаттығу жасайсың? Ұйқыдан оянған кезде неқа тұрсаңыз болады? Көбінесе банаға көрермендерге қарап. Разминка жасап, қыздырып аламыз бір 5 минуттай, қолдарды қыздырып, денен қыздырып, одан кейін жай бастаймыз. Көбінесе залға барам мен. Залда тренинг жасаймын. Ал бүгін енді сіздерге сәл исключение жасап, осы жерде не істейік? Бәрекелді. Кіртасын, Мен санайын, бұл енді 16 килолық. 16 килограммдық. Қай қолдар болады екен? Бисмиллах. Былай қарап тұрайын, Осылай. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, бәрекелді. Тағы бір рет болады, 16 қайшын, 16, 17, бәрекелді, 17. Салауатты өмір салтын санайық. Салауатты өмір салтын ұстанайық. Таңертеңгі уақытта әншілер келген кезде біраз өлең айттыратын едік. Қазір енді осындай кіртасын көтеруге көшкенбіз. Жақсы екен, ұнады маған. Бәрекелді. Жалпы күнделікті көтеріп тұрасыз ба кіртасын?
Аптасына 3 мәрте. Аптасына 3 мәрте. Әрдайым бір 2-3 сағат уақытты бөлем залға. Бәрекелді, әншілікпен қатар спортты да қатар ұстап жүрсіз, иә? Енді Бейбарыс бүгін жағымды жаңалықпен келіп жатыр, себебі Бейбарыстың жаңа бейнебаянын тұсауын кесейін деп жатырмыз. Шымкенттің жігіттері деген. Осыған тоқтала кетсеңіз. Бұл әнді біз осыдан 3 ай уақыт бұрын жарыққа шығардық. Сондай әндер болады. Әнді жарыққа шығарған кезде бейнебаян сұрайды да. Бұл ән шыққан кезде сондай бір жақсы әңгімелер болды. Көптеген жақсы комментариялар келді. Москвадан, мысалы, жігіттер тыңдап, спортсмендер көптеген видеолар жіберіп жатты маған. Осындай өзіміздің оңтүстіктің жігіттеріне арнадым, Шымкенттің жігіттеріне осындай рухтанып, біздің жігіттердің мықты екенін бүкіл Қазақстан көрсін деп, жақсы осындай бір естелік болсын деп, өзімнің спортсмен достарымен клипті түсірдім. Әннің сөзінің авторы кім екен? Әні менің әкемнің өнердегі өмірдегі досы Мұхит Қасырбаев деген көкеміз бар, Жетісай қаласының тумасы. Қасында ақыны бар, Зікірі Қожаев деген ағамыздың сөзі жазылған. Ендеше қымбатты телекөрермен, осы Бейбарыс Серікбаевтың орындауындағы Шымкенттің жігіттері деген әнді бейнебаянды өздеріңізге ұсынсақ деп жатырмыз. Иә, дәл қазір, дәл бүгін, осы бейнебаянның тұсауы кесілгелі отыр. Сондықтан қымбатты көрермен, экран алдына жақсылап жайғасыңыздар, жаңа туындының куәсі болыңыздар. Бұл әнім Шымкенттің қайсар мінезді қайтпайтын жігіттеріне арналады. Алға жігіттер, алға Шымкент. Сенімді серік, сертіне берік, қалдырмайтын жолдасын жолда. Адал еңбекпен шынығып тер төккен, ұмтылатын әрдайым алға. Дос болам десең сенде, жай құшағыңды келе. Ала алмайтын олар жоқ биіктер, сенбей жүрсең келіп көр. Қайтпайтын қайсар көңілі шалқар, бұл шымкенттік жігіттер. Үшін туған, сүрінбей сыннан, жеңімпаз боп жоғары тұрған. Арлан сияқты, алғырда қуатты, жүрген жері мереке думан. Дос болам десең сенде, жай құшағыңды келе. Ала алмайтын олар жоқ биіктер, сенбей жүрсең келіп көр. Қайтпайтын қайсар көңілі шалқар, бұл шымкенттік жігіттер. Бұл шымкенттік жігіттер. Сақтаған салтын, жүздері жарқын, оңтүстіктің қыраны бәрі. Сөнбес үміттер, шымкенттік жігіттер, талай шыңға шығады әлі. Дос болам десең сенде, жай құшағыңды келде. Ала алмайтын олар жоқ биіктер, сенбей жүрсең
Қымбатты телекөрермен, тікелей эфирде таң нұр ақпаратты сазды бағдарламасы Бейбарыс Серікбай. Енді Бейбарыс Шымкенттің жігіттері деп айтып жатсың ғой. Енді көбінесе әлеуметтік желідегі комментарийларда неге қазақ жігіттері деп өзгертуге болмады деген сауалдар да келіп жатты. Өте көп келді. Неге Тараздың жігіттері деп шығармайсың? Неге Атыраудың жігіттері деп шығармайсың? Қарағанды деп шығармайсың деп жан-жақтан, шынымды айтсам, хаттар толып келіп жатыр. Енді өзім Шымкентті жақсы көрем. Осы жақтың тумасы болғаннан кейін, осы жақта білім алып өскеннен кейін, Шымкент болғанда тек Шымкент қаланың өзі емес, бүкіл оңтүстік кіреді. Қасындағы банаға аймақтар, солардың бәріне арнап, өзіміздің оңтүстіктің жігіттеріне арнағым келді осы әнді. Сондай мақсатпен жарыққа шығардық. Бәрекелді. Тарда қандай әндер жарыққа шығып жатыр? Болашақта кетсең, шығармашылығында нендей жаңалықтар орын алып жатыр? Шығармашылықта Мұқасан ағамызбен дуэт жаздық. Алдараспан театрында 10 жылдықта ән айтып шықтық. Қазір енді айтсам тағы да жақсы жаңалық, ол әкемнің жарыққа шықпаған бір ән, жақсы ән тауып алдым. Әннің аты Әсем қала. Мен ойлаймын, әкем бұл әнді осы өзіміздің шырайлы шым қаламызға арнаған шығар деген ойдамын. Қазір әнді өңдеп жатырмыз. Әнді өңдеп, Алла қаласа ол әнге де жақсы осы Шымкенттің әдемі жерлерін алып түсіріп, бейнебаян түсіріп, Алла қаласа өздеріңізге келіп тұсауын кесеміз қайтадан. Қай күндері жарық көреді? Қай уақыттарда? Бір 2 ай деп көлем деп айтсам болады. 2 ай көлемі, иә? Себебі біраз дайындықтар керек. Қазіргі таңда енді еліміздегі жағдайға байланысты, карантинге байланысты көп әншілеріміз елдің еңсесін көтеру мақсатында онлайн концерт беріп жатқан белгілі. Өзің ойда бар ма? Елге есеп берсек, концерт берсек деген. Ойда бар, иә. Жақсы бір концерт беріп, қазір балдармен ақылдасып жатырмыз. Жақсы концерт береміз, Алла қаласа. Енді Ержан ағамыздың әлде жарыққа шықпай жатқан әндері бар ма? Жаңа біреуін айтып қалдыңыз өзіңіз. Көп емес, бірақ бар. Көп емес. Өзім жазып жатырмын. Ешкімге беріп жатқан жоқпын, шынымды айтайын. Енді орындаушы өзіңіз ғана боласыз, иә? Өзіміз ұлы болғаннан кейін, қазір әкемнің жолын жалғастырып жүргеннен кейін, осы салада болғаннан кейін, өзім әкем әнін өзім айтып жатырмыз. Бәрекелді. Енді бүгін 1 қыркүйек, жаңа айтқандай, енді оқуды аяқтағаныңызға, мектеп қабырғасынан түлеп ұшқаныңызға неше жыл болды? Дәл қазіргі таңда сыныптастарыңызбен араласып тұрасыздар ма? Сыныптастармен жақсы байланыстамыз. Бәрі өте жақсы жігіт, жақсы қыздар. Көбісінің отбасы бар. 10 жыл болды мектеп бітіргенімізге, әлі де сағынамыз. Арасында барып тұрамыз мектепке. Апайларымызды құттықтап, қазіргі мектеп оқып жатқан інілерімізге айтарым, жақсы тәлім тәрбие алып, ертең осындай біздің Қазақстанды, елімізді үлкен биіктерге көрсететін жақсы азаматтар болып өсе берсін деп тілектеспін. Бәрекелді. Бәрекелді. Рахмет. Бейбарыс, алдағы мақсаттар қандай? Жоспарлар? Мақсаттар өте көп. Соның бірі банаға, Алла қаласа, бейнебаян түсіріп, өздеріңізге әкеп көрсетеміз. Бәрекелді. Рахмет, шығармашылық табыстар шабыт тілейміз. Барша көзқарақты көрермендерге таңғы тілегің жолдай кетсең. Таңғы тілегім қазіргі байланысты елімізде көптеген сондай қиын жағдайлар болды. Аллам жар болсын барлықтарыңызға, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қамшының сабындай қысқа ғана өмірде бір-бірімізден сыйласып, бір-біріміздің қадірімізді біліп өтейікші. Тек жақсылық болсын. Бәрекелді, шығармашылық табыстар тілейміз. Қымбатты көрермен, әні-міні дегенше сағат 8:00-ден бастап өздеріңізбен қоштасатын уақыт келіп жетті. Ертең дәл осы күні, дәл осы уақытта ертең әріптестеріміз сағат 8:00-де таң нұры тікелей эфирде сазды ақпаратты бағдарламасын жалғастырады, бастайды. Сондықтан әр шаңырақта оңтүстік арнасы қосылу болсын, әр таңғы уақытта біздің арнаны, біздің бағдарламаны тамашалауды ұмытпаңыздар. Әр күндеріңіз жемісті болсын, күн сәтті өтсін. Келесі эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.